Assalamu alaikum. Hurmatly Bishkek Xabar YouTube kanalının katılımcıları, ардактуу көрөрмандар. Бүгүн 2021 жылдын 4-yılı авторунук Бишкек. Видеода көрүп турганыңыздардай эле бул жол барыңыздар өтө белгилүү болуп калган жол. Жолдун жээгиндеги арзан унааларды көрсөтүүнү улантабыз. Срочно сатам, ошондой эле обмен бар деген унаалардын бардыгын тартабыз. Видеонун агымын тең көрүп, биз менен чоң отуруңуздар. Биз көрсөтүүнү баштайбыз. Бұл жерде қара түсті 210 Millennium 3.2 объемда менің досторым өте издегендер көп. Сіздер үшін бұл жерде арзанырақ тауып қойдым. Қара түсті. Пробег 350 000 км жүрген. Басы $6300. Коробка автомат, номерин жазып алсаңыздар болады. Обмен бар ма? Состояниясы бұл мерстің ауалы жақсы екен, сыртынан қарағанда. Қызыл түсті үшін жанында Honda Civic 2000 жылы шыққан объем 1.5 вариатор. Басы $3000. Қара түсті Mazda Demio автонасы. Что, забираешь на брат? 2003 жылы шыққан объем 1.3 автозавод бар екен. Без вложения деді. Басы $3400. Сатың. Достар, бүгін жолдың жээгинде ушундай жакшы абалда Honda Step базарга чыгыптыр. Жылы 2003, объем 2. Эске алып коюңуздар, 2012 жылдан бери Кыргызстанда ушул эси өзү айдап жүрүптүр. Бир эле хозяин. Басы $7500, номери 0703 870 865 деген номерде. Honda Step патспадан өтө жакшы абалда деп издегендер болсо көрсөңүздөр болот. Мен артынан да азанатып көрөм. Дөңгөлөктөрү дагы оригинал өзүнүн японский дискаларында, ошондой эле протектору дагы жакшы экен. Летний даяр экен. Кышка чейин любой жака таксиге чыкса болот. Эси бул жакта турат. Болуш канча болот болушу? 200-300 түшүп бересиз. $200-300 түшүп беребиз дейт. Оформление май сайын алмаштырганда. Оформление май сайын алмаштырганга дейт. Honda Odyssey простой моторду көрсөтөбүз. 2000 жылы чыккан, объем 2.3 газ, бензин. 4-нче поколение, басы 3000. Толук жазып тур $3500 же $3700. Номерди жазып сурап көрсөңүздөр болот. Odysseyдин эси сизби? Эси жакта жол экен. Nexia 1 2007 жылы чыккан, объем 1.6 механикал, 140 000 сом сүйлөшсө болот дейт. Номери 709 19 19 06. Болуш канча болушу? 125 берем дейт. Hyundai Sonata 2004 жылы чыккан, 156 000 км, коробкасы автомат 2.4 газ, бензин, басы 230 000 сом. Көк түстө Honda Avancer 2000 жылы чыккан, объем 2.3, коробкасы автомат. Басы $3800.
Kaç maşına? Golf 4 Pro 2003 жылы чыккан, объем 1.6 автомат. Басы 3800 соғып жатыр. Салонына ачык болушу керек, салонына ачык коюп көрөбүз. Пробег 229 000 километр жүргөн. Бұл жерде Mazda Demio автонасы срочно сатылат дейт. 2003 1.3 басы $3100 соғып жатыр. Номери 709 23 33 09. Срочно сатылат дейт. Nissan March 2002 жылы чыккан, объем 1.3 автомат. Басы $3000, номери 0777 2286 26 деген номерде турат. Тақсыр, состояниесі қандай енді? Состояние средний. Средний. Алған кіші не қылшы керек? Сізден сатыла тұрған кіші состояниесін бір жерін қарашы керек пе же? Айдай берсе болады? Айдай берсе болады. Айдай берсе. Бола тұрған қанша болады? 130. 230 болушы. 230 000 сом болады дейді. Mercedes 124 94 жылы чыккан, объем 2 295 000 сом срочно дейді. Жылы 94 па? Жылы 94. 2 объем инжекторда ғой? Қанша бересіз бұл үшін? Бұл үшін 285. Бұл үшін 285 000 сом дейді. Audi 80 B4 92 жылы чыккан, объем 2.6, басы 160 000 сом. Audi A6 2.5 турбиналы іздегендер болса, 2000 жылы чыккан, коробкасы механика, 205 000 сом. Toyota Previa 2000 жылы чыккан, объем 2.4, коробкасы механика, басы $6800. Toyota Previa'nдағы таксиге деп іздегендер өте көп болушы керек. Салонды көріп қойғылы. Қандай болды екен деген сұраулар болса, көріп отырсаңыздар болады. Болушы қанша болады болушы? Болушы 6,5 болады. Болушы $6,500 болады. Бұл 2.4 бензинді ма? Яғни достар, біз ушул Previa'нын 10 жылдуу эстимасын көрсөтөбүз. Пробег 460 000 километр жүрүптүр. Срочно сатам дейт. Жылы 2000 жылы чыккан, объем 3, 4 газ, бензин, басы $5800, номери 555 93 83 86. 3 көп стырғыды эстиманы жұмшақ деп трассаға таксиге іздегендер көп. Монитор бар, состояниясы рейсіне сұрап көрөбүз. Не қылшы керек алған кіші? Алған кіші жасата тұршы жері бар ма? Жасата тұрған жерлері бар. Конкретно ошолорду эсептегенде қанша түшүп бересиз? Соң эсептегенде болушун айтсаңыз. Болушу $5,500. $5,500. Gaz benzin ekan, gazdagi bor bo'lishi $5,500 berem deydi.
Passat B5 98 жылы шыққан, объем 2.3, 160 000 сом. Номерін жазып алсаңыздар болады. Коробкасы автомат. Қара түсті Honda Inspire 99 жылы шыққан, объем 2.5, басы 280 000 сом. Номері 509 1808 94. Subaru Impreza 2002 жылы шыққан, объем 1.5, автомат. Обмен бар екен, басы $3600. Шаар içinde экономичный авто керек деп іздегендер болса, бұл жерде Matiz автомат бар екен, 2001 жылы 08 автомат, 185 000 сом. Audi S4 92 жылы шыққан, объем 2.3, коробкасы механика, басы 170 000 сом. Honda Step RF3 2001 жылы шыққан, объем 2, автомат, басы $5000. Степті дағы арзан бағаға жақсы қойып тұр, басына $5000 деді. Номерге çalып сөйлесіп көрсеңіздер болады. Басы $5000. Правый руль Honda CR-V қызыл түсті, 105 000 км жүрген, 2001 жылы, объем 2, автомат, басы $4500. Есі içinde салып тұр, тосқалы құлбайлы қойлы. Toyota Est срочно сатылады деді, 2002 жылы шыққан, объем 1.5, состояниясы жақсы, срочно деді. Басы $3500, номері 507 99 91 14. Естің состояниясы қандай болды екен деп қызыққандар болса, артынан көрсетпайлы. Артыңқы багажда біраз жұмысы бар екен. Қалған жақтары жақсы. Бұл жерде қызыл түсті Passat B3 седан. 335 000 км жүрген. 1.8 моно. 170 000 сом. 170 000 сом седан. Жылы қайсы бұл? 92 жылы екен. Состояниясы қандай екен? Үстіндегі люктағы бар. Қайсы номерге çalış керек клиенттер? Клиенттер қайсы номерге çalış керек? Не понял. Номера? На какой номер звонить? А, на какой номер? Там есть. Нет, там нету. Нету? Мой номер. 502, Ага, 522, ага, 622. ага. Қайтан жатыңда сколько минут? 160. 160 000 сом болады деді. Менің достарым өте экономичный деп іздеп жүрген, осы жерде бір мерс бар екен. Осы мерсті көрсеңіздер болады. Жақсы мерс. Экономичный. 2.2 плита мотор, 94 жылғы, автомат, $3800. Номері кішіне көрмей қалып тұр. Қағазды азыр бері сүріп тұрып көрелі. Қағазды кішіне мұнда сүріп қойсаңыз. Номері 706 91 00 19. Дөңгелектері $3800. Болыш қанша алады? Жоқ. Болышы $3600 болады деп. Достарым, біздің бұл жол жегіндегі уналарды көрсетуіміз аяғына шықты.
Biz hazır bazar içindeki avtomobillerdi көрсөтүүнү улантабыз. Biz bu videonun жыйынтыктайбыз. Биз менен чогултуруңуздар. Базардын ичиндеги автоунааларды көрсөтүүнү улантабыз.